Ассаламу алейкум. Шұқылай арнасын көріп атсыздар. Сіздермен бірге мен Дәулет. Бүгін біздер ремонтқа келіп түскен телефон Nokia. Келген мәселесі мынандай: Google-ға бір нәрсе жазса, Play Market скачать мысалға, және мынандай бір сайттың атын басса, Play Market кіріп кетті. Support Google. Қараңыздар. Басылады. Үстіне бассақ, невозможно открыть страницу деп шығады. Бұл мәселені қалай шешуге болады? Ол үшін біз не істейміз? Телефон настройкаға кіреміз. Бізде Nokia 5T3. Название устройства Nokia 5T3. Nokia 5T3-те Google-ға кірмей жатса не істейміз? Настройкаға кіріп, приложение уведомления кіресіздер. Показать все приложения дегенге басамыз. Все приложения дегенге басасыздар үстіне. Ол жерден отключение приложения дегенге басамыз да, ол жерден Google Chrome таңдайсыздар. Және бұны включить. Ол қосылды. Енді іздеп көреміз. Google Chrome қосылып тұр. Енді Google Now-ға басамыз да. Play Market скачать. Және жаңа Support Google.com деген кірмей жатыр еді, осыған басамыз. Және ол бізде кіріп кетеді. Әне бұл деген Google Chrome браузерін өшіріп қойған, сондықтан кірмей жатыр. Google Chrome. Жаман нәрселер бар екен. Сонымен, егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Телефонымызды өзіміз шұқылайық.